Кешкі 18:45 Қызылорда қаласының тұрғыны Қанат есімді жігіт Қызылорда қаласы Шұғыла мөлтек ауданының нөмірі 15-ші көп қабатты тұрғын үйдің жанында кездейсоқ өтіп бара жатып, сол жерде жүрген қария кісілер өрт туралы жан айқайын естіп, дереу оқиға орнына барады. Сол жерге барып, көп қабатты тұрғын үйдің екінші қабатындағы 7-ші пәтердің балконына өртеніп жатқанын көріп, ойланбастан тұрғын үйдің екінші қабатындағы балконға мініп, өрттің әрі қарай таралуына жол бермей, адам өміріне төнген қауіп қатердің алдын алып, өртті өз күшімен сөндіреді. Осылайша Тасберген Қанат Алматұлы адам өміріне төнген қатерді болдырмады. Жоғарыдағылардың негізінде өрт кезінде көрсеткен батылдығы үшін Тасберген Қанат Алматұлы Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің наградасымен марапатталады. Thank you.